Егер ауру болсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кімнің денесінде бір ауру болса, сол ауру жеріне қолын қойсын да, бисмилля, бисмилля, бисмилля деп 3 рет айтсын да, аузу биллахи ва қудратихи мин шарри ма аджиду ва ухадир деп 7 мәрте айтса, сол жазылып кетеді дейді. Кімде-кім кедейлік болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтса, бай болады. Үйленбей жүрген жігіт салауат айтса, үйленіп алады. Білім іздеген болса, пайғамбарымыздың өнегесінен іздесін. Атақ мансап па, пайғамбарымыздың етегінен ұстасын. Соның жанында ерген әхлі суфа дейді. Пайғамбарымыздың мешітінің жанында навис болады екен. Үйі жоқ, күйі жоқтар жанында жатады екен. Азынан кешкен соның сөзін ести береді ғой, ойлаңызшы. Пайғамбарымыз мешітке кірмей кетпейді. Бір жақтан келсе де мешітке кіреді. Бір адамдарды қонаққа шақырса да мешітте отырады. Алаңсыз сол кісінің бүкіл өмірінің барлығын көзінің алдында өткізген адамдар, тас кедей тышқақ лағы жоқ, қатын бала шағасын ешкім бермейді, оған үйде жоқ, дымы жоқ болып жатқан адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көзі кеткеннен кейін жұрт таласқан екен артынан. Мен саған мына жерде осы ауыл болмақ түгіл бүкіл әлемді айт, мен саған қыздың бәрін әкеп берем. Малыма төбеңнен аяғыңа шейін алтын құям, сарайма тұрғызам, бірақ ана біліміңнен бізге айтшы деп артынан қуған. Сол адамның бүкіл бәрінің артынан қуған. Солар дүниеден қашты, дүние қуды. Бір кездерде соның біреу тұрып айтты, ей дүние деді, мен сені 3 рет талақ қылдым, мен сенің артыңнан жүгіргенде сен қаштың ғой, енді келіп менің артымнан сен жүгірмей ақ қой, мен сені 3 рет талақ қылдым деді. Сол үшін құрметті бауырлар, осы жұмада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көп салауат айтыңыздар. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айту бұл пайғамбарымыздан қалған өнеге, сахабаларымыздың ұстанып келетқан жолы. Көп салауат айтқан адам салауат айтуға арнайы дәрет керек жоқ. Салауат айтуға арнайы уақыт керек жоқ, арнайы орын керек жоқ. Қалаған уақытыңызда ішіңізден, тұрған жеріңізден тіліңіз жыбырлатып айта берсеңіз, бола береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір кісі сұрапты, я Расулалла, менің бір түнде тұрып бір кішкентай оқитын бір әдетім бар еді, соның арасында сіздің атыңызға салауат айтып тұрсам бола ма десе, бір бұрышына бір салауат айтып қойсам бола ма десе, болады дейді, бірақ көбірек қоссаң жақсырақ болады дейді. Жартысын айтып, жартысына өзімнің тілеуімді тілесем бола ма десе, болады, бірақ қоссаң жақсырақ болады дейді. Осылайша соңынан барып, я Расулалла, егер барлық дұғамның бәрін тек қана салауатпен өткізсем бола ма десе, Алла тағала сенің сұрамаған, әлі сұрамақшы болғаныңның бәрін Алла тағала беріп қояды деген. Сен құр салауат айта бер. Сұрамай ақ қой, маған шай керек, тұз керек, машина керек, үй керек, қатын керек, бала керек. Сұрамай ақ қой, қатын керек, бала керек. Сұрамай ақ қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айта бер. Қалғанын Алла өзі беріп қояды дейді. Сондықтан бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтыңыздар. Және сөз соңында айтатын құрметті бауырлар, мысалы ойлаңызшы, жер бетінде қазір 1,5 миллиард мұсылман бар, жуық. Бізден бұрын қанша адам өтті мұсылман? Бізден кейін қанша адам келеді? Осы мұсылмандардың арасында сіздің атыңыз аталуын қалар ма едіңіз пайғамбарымыздың атыменен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сіздің атыңыз атағанын қалар ма едіңіз? Ей пәленше деп қалар ма едіңіз? Осы миллиард халықтың ішінен сіздің атыңызды атаса, пайғамбарымыздың өзі сөйтіп сізге де тілеу тілесе, қалар ма едіңіз? Ал ол оңай нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтсаңыз, және содан әдетіңізді айырмасаңыз, сіз пайғамбарымызбен бірге айырмасаңыз, сіз пайғамбарымызбен бірге туыласыз, бірге өлесіз, бірге тірілесіз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кім кімді жақсы көреді, қияметте сонымен бірге тіріледі дейді. Және кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтса, о кісінің рухын қайтарып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пәленше саған да деп сіздің де тілеуіңізді тілейді.